Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгінгі біздің шарамыз қайырымдылық адамгершілік белгісі деп аталады. Бұл шарамыз биыл 3-ші жыл жалғасын тауып келеді. Құдайға шүкір, осыға дейін біз 2 жыл қатарынан 200 отбасыға тегін 12 ай бойы азық-түлікпен қамтамасыз еттік. Бұл азық-түлігіміз 15 позициядан тұрады. Бұндағы позициялар ол күнделікті адамға керекті азық-түліктер. Осы пандемия басталған кезде маған үйіме келіп, 185-ші мектептің соцпедагогы келіп, осы салиқалы ұрпақ қорының атынан маған ноутбук әкеп берген еді. Қаншама жыл ноутбукты ала алмай жүргенбіз. Менің үйімде 4 оқушы. Осы ноутбукпен қазір бала-шағам оқып жатыр. Аллаға мыңда бір шүкір. Осындай аналарды құрметтеп, қошеметтеп, бізді елеп, ескеріп, осыншама продуктовый корзина дейді ғой, беріп, бұл бізге өте үлкен көмек көпбалалы аналарға. Біздің мақсатымыз осы 300 отбасыдан іріктеліп алынған 100 отбасы бұл азық-түлікті пайдалана отырып басқа проблемаларын шешсе екен. Күнделікті ертең қайдан нан табам, ертең қайдан май табам деп ойланбай басқа проблеманы шешсе екен. Баласының оқуын жауып берсе, кредитін төлесе, болмаса ауруын емдесе деген ойымыз. Яғни 12 ай бойы бізден беймарал продукты алып отырады.